Айдос, ойнайық. Ойнаса ойнайық. Кім отырады, сол сұраққа жауап береді. Жарайды. Егасыл кел, онда ойнай болса, екеуміз қамшы өрейік. Өше көрейік. Ал қыздарым, бұрынды қыз көріпті дегенде, мен сендерге шаш өруді үйретейін. Алдыларында құршақтарын, шаштарын өріндер сендер, я? Қыз, жарайсыңдар. Үшке бөліп аламыз. Әтемелеп. Айдос, сен отырдың. Жарайды. Сұрағымды қоя бер. Қандай ұлтты ойындарды білесіңдер? Қыз қу. Қайталапай. Келу. Ауыз бақ. Көкпар. Ара тартас. Сендер көп ұлттық ойындар біледі екенсіңдер ғой. Сендер бала бақшада кешіп қалмаңдар. Саламатсыз ба? Балалар, мына заттарды өз орындарына қойып шығайықшы. Кигізі, я балалар? Мынау қандай түс екен? Қызыл, я. Мынау қандай? Бәйге ойынын ойнап болдыңдар ма? Балалар. Нұрхан, бүгін біз қандай ойынға айналып келдік балалар? Қанталап ойна. Олай болса, біз қанталапай ойына барамыз ба? Я. Жарайды, жүре ойнар балалар. Ал балалар, бүгін қанталапай ойынын бастағалы отырмыз. Олай болса, мен қанталапай ойынын сіздерге шартымен түсіндіріп өтейін. Жарайды ма? Жарайды. Мына көптеген асықтар болады. Бұл асықтардың ішінде балалар, ең ерекше асық мына хан асығы болады. Бұл қызыл түсті болады. Осы хан асығын қай бала ортаға шашқан кезде иемленсе, сол бала жеңіске жетеді. Және асықтың ұпай санымен саналады. Талапай, басталды ойын алақай. Ал балалар, хан асығы кімде екен? Нұрханда екен. Нұрхан олай болса бүгін жеңіске жетті. Қанки балалар, әркім өз асықтаны санайық жығанекей. Қаншасы бар? Менде 8 асық бар. Ой, жарайсың. Менде 4 асық бар. Сенде ше? Менде де 8 бар. Жарайсыңдар балалар. Жеңіске бүгін Нұрхан жетті.